Дәрігерге бірге бардыңыздар ма? Дәрігердің қабылдауын ақшасы, жасанды түсіктің ақшасы. Кім өтеді бұның барлығын? Диана ханым, өзім өтедім. Барлық расходтың барлығын өзім мойныма алдым. Құдайға шүкір, жағдайым жетеді. Соның барлығын өзім мойныма алуға тура келді. Өйткені сол күні мен айтқан болатын, мен приемға барам, маған прием ақшасын төлеуге дайын бол, смс-ка-мен QR жіберем дегендей, ссылкасын жіберем дегендей. Я деп айтқандай қылды, бірақ бір уақыттан кейін жоқ, мен төлемеймін, мен бүйтпеймін, мен сөйтпеймін. Ең соңында менің счетым 50 мыңға жақын ақшаға шықты. Оның барлығын мен өзім төледім, Диана ханым. Біз қазір сіздерді енді сынауға тым кеш деп ойлаймын. Неге, не үшін? Ересек адамдарсыздар ғой. Я ары қарай және мен ойлаймын, ол жасанды түсікті жасау, жасамау, ол тікелей ананың өзінің мәселесі, ол шешімді тек қана ата-ана өзі қабылдау керек. Бірақ бұл